Түзет. Сектор. Назар. Оңға. Министр мырза, Атырау облысы Қызылқоға ауданында Миял ауылында номер 10-шы өрт сөндіру бөлімінің ашылу салтына жеке құрам сапқа тұрғызды. Баяндап тұрған полковник Сердалин. Армысыңдар мырзалар. Сіздерді жаңа өрт сөндіру бөлімінің ашылуымен құттықтаймын. Ергендар. Қазақстан Республикасының әнұраны шырқалсын. Қайырлы күн, құрметті аудан тұрғындары және қонақтары. Армысыздар, азаматтық қорғау саласының қызметкерлері. Қызылқоға ауданы номері 10-шы өрт сөндіру бөлімінің жаңа ғимаратының ашылу салтанатына қош келдіңіздер. Салтанатты шараға Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар министрі генерал-майор Әрінов Шыңғыс Сайранұлы және Атырау облысының әкімі Шапкенов Серік Жамбылұлы қатысып отыр. Өрт сөндіру бөлімін ашу бұл өрт оқиға орнына дейін жол жүру уақытын қысқартуға және ауданда өрттер сөндіру кезінде ғана емес, одан тыс жерлерде авариялық құтқару жұмыстарын қамтамасыз ету жөніндегі заманауи жұмыстың тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Құттықтау үшін сөз Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар министрі генерал-майор Әрінов Шыңғыс Сайранұлына беріледі. Құрметті құтқарушылар, құрметті ардагерлер, құрметті Қызылқоға ауданының тұрғындары, ардақты Серік Жамбылұлы, мінекей осы сәтке де жеттік. Бүгін көптен бері, 2 жылдан бері күткен осы депомыздың ашылу сәті біз үшін ерекше маңызды күн деп айта аламын. Бірінші өзім қараған кезде сырттан өте ұнап жатыр. Үлкен рахмет облыс әкімдігіне, барлық атсалысқан адамдардың бәріне де алғысымыз шексіз. Біздің мен сонау Астанадан келіп, неге өзім келгенім, қазан айында бізге Астанадағы депоға біздің президентіміздің өзі келіп, бізді құтқарушылар күнімен құттықтап, өз тілектерін айтты. Сол кезде берген уәдем болатын. Осы әр өңірде, әр ең алшақ тұрған, шалғай тұрған ауылдың бәрінде де осындай
жағдайды істейміз деп уәде бердім. Енді ақырындап қадам-қадаммен бүкіл өңірлерде Астана болсын, Алматы болсын, алыс ауылдар болсын, барлық жағдай құтқарушылардың жағдайы бірдей болу керек деп ойлаймын. Сол бәріне де атсалысып қолдап жүрген мемлекеттік қызметкерлеріміз, құтқарушыларымыз, жай тұрғындарымыз, волонтерларымыз бар. Барлықтарыңызға мың алғыс. Осы депода тек жеңіс болсын, тек жақсылық болсын, абыройлы қызмет болсын, жақындарыңыз тек аман болып, қызметке де аман есен барып, үйлеріңізге де аман есен қайтуыңызға тілектеспін. Көп рахмет. Құттықтау үшін сөз Атырау облысының әкімі Шапкенов Серік Жамбылұлына беріледі. Қайырлы күн, қадірменді ағайын, құрметті құтқарушылар, өрт сөндірушілер. Бүгін міне керемет күн, салтанатты шарада тұрмыз. Жаңа өрт сөндіру депомыз ашылғалы тұр. Баршаңызды осы жаңа ғимараттың ашылу салтанатымен шын жүректен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Қадірменді ағайын, өздеріңіз білесіздер, президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы арнайы Шыңғыс Сайранұлы айтып өткендей, құтқарушылар күні арнайы осы өрт сөндіру депосына бар. Құтқарушылар мен өрт сөндірушілердің қызметінің қандай тиімділікте жұмыс істеп жатқан, елдің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қандай күш жігер салып жатқан, әр адамның өмірін сақтап қалу үшін өзінің өмірін қиып, сондай қиын жағдайларда жасап жатқан айтты. Әрине, бұл тек қана құтқарушылар мен өрт сөндірушілердің жұмысының маңыздылығын ғана көрсете қоймай, президентіміз осы азаматтарға жағдай жасауды тапсырған болады. Міне, сол тапсырманың бірден бір орындалуының көрінісі, мен ойлаймын, осы Қызылқоғада, Биялыда бүгінгі мына ашылып жатқан ғимаратымызды. Себебі бұл жерде құтқарушылар мен өрт сөндірушілерге барлық жағдай жасалған деп айтуға болады. Заманауи ғимараттың ішінде оқу залдары бар, диспетчерлік пункттеріміз бар. Өздерінің тәжірибесін арттырып, өздерін шыңдау үшін барлық мүмкіндіктер жасалып. Жаңа министріміз айтып өткендей, Шыңғыс Сайранұлы, бұндай жағдайлар әр жерде, әр елді мекенде жасалуы керек. Осы жаңа министрмен бірге біз Сағыз ауылында болдық. Ол жердегі өрт сөндіру депосын қарап, сол жерде қазір шешім қабылданды. Себебі ол жерде біз айтады ғой, бір қалыпқа келтіріп, бұрынғы жаңағы моншаны депоғылып істеп, ол жерде қызмет істеп жатыр. Бұл жарамайды. Ол жерде жаңа талапқа сай заманауи депо салыну керек. Ол жолдың бойында тұрған жер. Халқы да осы аудан орталығынан халқынан келмес халық сол жерде тұрып жатыр. Сондықтан Шыңғыс Сайранұлымен бірге сол жерде келесі жылдан бастап жаңа депоның құрылысын салуды жоспарлап отырмыз. Одан кейін қазір біз Тасшағыл ауылында боламыз. Ол жерде де жаңа заманауи талаптарға сәйкес осындай ғимараттарды салуды бастаймыз. Мен осы сәтті пайдалана отырып, қадірменді ағайын, жерлестер, осы жерде қызмет атқарып жатқан құтқарушылар мен өрт сөндірушілер, сіздердің аттарыңыздан Шыңғыс Сайранұлына, министрге алғысымызды білдіргіміз келеді. Арнайы өзі келіп, жағдайлармен, істеп жатқан жұмыстармен танысып, біз осы көктемгі кезде, жоспарлаған кезде айтқан болатынбыз. Біз мына ғимараттар салып берейік, бірақ бізге техника жағынан көмектессе, штат жағынан көмектессе деген сол қолдаулардың барлығын міне министр өзі орындап, өзі арнайы сөз берген. Міне осы салтанатты ашылуынан бітірсетер келеміз, міне өзі келіп сол қолдаулар жүргізіп алады. Сондықтан осы сәтті пайдалана отырып, Шыңғыс Сайранұлы сізге мыңда бір алғыс осы елдің атынан. Қадірменді жерлестер, өздеріңіз білесіздер, өрт сөндіру депосы деп аталғанмен бұл жерде құтқарушылар мен өрт сөндірушілерге жасалған жағдайлар. Ең алғашқы биылғы қиындықтың басынан кешірген осы Биялы болады. Ойыл өзенінің жағасында, су тасқынында күн демей барлық бетсін қиып осы істеп жүрген азаматтар. Сондықтан да біздің, мен ойлаймын, бірден бір парызымыз сол біздің қауіпсіздігімізді қамтамасыз ету.
әрбір өмір үшін алысып жүрген азаматтарға жағдай жасау керек. Міне осындай жұмыстар ары қарай менің бойынша жалғасын таба береді. Оған мен сіздерді сендіргім келеді. Баршаңызға тек қана жақсылық тілеймін. Қандай да болсын алдымызда тұрған қиындық болатын болса, біз бірге соған төтеп бере алуымыз керек. Төтеп береміз деп айтқым керек. Сондықтан да қадірменді құтқарушылар, өрт сөндірушілер, мына жаңа ғимараттарыңыз құтты болсын. Істеріңізге тек қана сәттілік тілеймін. Қандай да болып қиындықтар болмаса, барлығын үлкен абыроймен өтулеріңізді тілеймін. Рахмет. Құттықтау үшін сөз аудандық қоғамдық кеңесінің төрағасы Ибрашев Жолдас Кемелұлына беріледі. Қайырлы күн, қадірменді қалайық, мынау қонақтарымыз арнайы Астанадан келіп отырған Қазақстан Республикасының төтенше министрі Шыңғыс Сайранұлына, облыс әкімі Серік Жамбылұлына ризашылығымызды білдіреміз. Қатысып жақсы тілектерін айтып отырғанына. Сонымен қатар жаңа облыс әкімі айтып кетті ғой, мына жаңа зданияға жаңадан арнайы техника, 2 жағы пожарный автокөлігі, 2 пикап алып беріп жатыр екен. Енді бұл біздің ауданның өрт сөндірушілеріне үлкен көмек, ары қарай жұмыстарын жандана беретін болады деп есептейміз. Енді мына қорғаушылар менен өрт сөндірушілерге, сіздерге отбасыларыңа амандық тілейміз, алдағы жұмыстарыңызға жеміс тілейміз. Қонақтарымызға енді сапарларыңыз сәтті болсын деп айтамыз. Ауданның халқы атынан. Салтанатты түрде кілт табыстау үшін Қызылқоға ауданы номер 10-шы өрт сөндіру бөлімінің бастығы Өтешев Жәнібек Абайұлын шақырамыз. Қызылқоға ауданы номер 10-шы өрт сөндіру бөлімінің жаңа ғимаратының ашылу салтанатының лентасын қию рәсімі Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар министрі генерал-майоры Әрінов Шыңғыс Сайранұлына және Атырау облысының әкімі Шапкенов Серік Жамбылұлына жолданады. Вот это съемда. Қызылқоға ауданы номер 10-шы өрт сөндіру бөлімінің жаңа ғимаратын аралап, қызметімен танысуға шақырамыз. Бұл біздің дәстүріміз. Şükür şükür. Şükür. Bär жақсы. Allah риза болсын. Бәрі жақсы нәрі бар. Отказ ана жоқ көрейік.
мынау чисто телефонисттің өзінікі. Иә. Айнасын кім нұрлан? Оның барлығына мынауға қарау басын бергенде Есіктер жақсы екен жоқ? иә жақсы. Оны дұрыстау керексің. Осындай жаңа. Енді осындай үлкені қажет емес па? Бірақ кішкене шағын жасаңыз. Талаптар. Екінші Каждый неде өзінің кондиционері бар да? Иә. Бөлмеде елен. Мына жерде тірек. Мына жерге жазып кетіңіз ғой. жазып тағы бар. Бірінші тілектеріңізді жасаңыз. Так, бірінші акым жазбай ма? Жоқ. Дәстүр бойынша соғамыз. министрдің атынан қосыла саламыз. Қасыма қарама. Антон. Дима. Ладно, уже не надо. Да, вот. Дайындап қойған сөздерім бар.
жазасыз. Жазу керек бұл мен, да? Абшарым, сіз самырғанды. Сіз жазу керек құтты болсын. Кім? Өтешев. Оқу бөлмесі сол жағында. Ол жағынан ол жерде. Жазы. Сол екіншіден сабақ Иә. Спальное помещение вообще нет. А оқу бөлмесі? По проекту тұрады. По 2010 жылы. Значит, болу керек, е? бұрынғыларда болды оны жасап үйретеді. Затын бөлмесі? Кеше Астанадан да келіп енді аудан әкімі алдағы жанынан тағы аңғасақ керек. Осынша машина салып қою керек. Үш орындық, бірақ мына жерге енді пока қыс уақытында сят, екі сят сиятын. Алда уақытта бөлек-бөлек қоямыз. Түгел бесеуге. Ояққалар бұрынғы Жоқ, жаңадан. Кім? Қайда? Каска тоже казахстанская? Везде якобы казахстанская. Хорошо. Тоже интересно. А неге керші жоқ па? Мәшіне жоқ ма? Давай.
Жақсы екен бұл. Үйді қасында ба? Бес адам сыймайды сен үшін бояп төрт адам. Бәрі қаралған, пенасы бар. 500 литр су. Иә. Мына қалматыр шығар. Мына не екен? Алматы бәрі бар. Ар жағында ол. Спортивный күрмесі бар. Не керек емес дейсің да, зарядка бар. Adam үйі ғой мына үйі ғой. Siz kırım şiş. Bayramбай қалады. Басық әзізі көрсетші. Нең қапылы бұл? Бадар. Ложка var mı? Енді біреу бар дейді. Ayak.
Рұқсат болса, біздің мердігеріміз. Мынау біздің мердігер мекемеміздің атымыздан жаңа семьяға рахмет сізге. Сізге рахмет. Бұл әкімдіктің мына атынан холодильник. Рахмет. Бір балаңыз бар ғой? 3 балам бар. Бұйырса 4-ші сыныптасыз. Яғни мектептесіз. Енді мына жерде спортқа баратын нелер бар ма? Секция бар? Бар мына жақта. Көбіне футбол, күрес бұл жақта. Мектепте барады екен осы жерде. Футбол алып қалу. Өзі туған жер футбол Абайдікі? Абай сатқызын емес. Абайдықтың бәрі ысықтар еді осы. Ысықпын. Қайсысы? Үстін сетек. Абайды мен футбол деп. Рахмет. Берекелі болсын. Солай ма? Бәрмен нұрмастарым бәрі. Жақсы болсын. Аман жүріңіздер. Шаттық, қуаныш болсын. Ондай да дейді ана. Аман шығып, аман кел дей ме? Әрқашан сол, әрқашан аман жүріңіздер, ең болсын. Сайран Мұғай Жорғыз, министр болып келгеннен кейін ең бірінші өзінің қойған мақсаты құтқарушыларға, өрт сөндірушілерге, қызметкерлеріне жағдай жасау. Астанада да көрдік, ол проекттер атыраудың басында жүзеге асырып жатыр. Болашақта барлық жағдайды толығымен жасайтын боламыз. Сондықтан аман жүріңіздер, жақсы болыңыздар. Осында 2 пәтер бар да? Иә, бұл жағда бір комнатасы бар. Суды мол құйыңдар деп онда да. Қадыржан, сізде екінші. Siz aksanız. Kameramız buru. Siz olayın деп тұрсыз. Өсу үшін енді местный көзқарас керек. Не деген ақша екен, а? Ана әкімшіліктің алдында тұратын әкім жоқ. Қарағайын ана. Өзі қояйын. Мұны қоғамдық кесіп иә, осы дұрыс қылғаныңызда
Все, давай, поставь. Поставь. Дорожка, на 100-метровая полоса с препятствием. А сюда еще спортзал бар. Ана неме, да? Kim bilir? Ağlamış. Çıkmış mantı. Ya boyat da sana. Sen bunu. Кол.
Su içiyorsun bak. Su içiyorsun bak. Ağla hiç. Olsun var mı? İyi Allah. Al dur. Suyu gidip bırakın. Çık. Hadi sür şansıma bari. Sürü güç ver. Hadi. Çık oğlum. Biri koyayım iki tane. Ha buldum. Baksınız. İyi Allah. Kaç metre olsun? Kaç metre? Su. Ha? 25 metre koya ең üstüde. Ha, men turgan жер қанша бар? Перед 20 бар ғой. Siz тұрған yerде 5 метр төмен, 20-да тұрсыз. Иә, 20-да тұрмын. 20 метр биіктікте тұрмын. 20 метрдің үстінде мияны төбесінен қарап тұрмын. 3 этажды мынау больница, соның шипырының үстін қарап тұрмын. Мынау миялы. Мынау салынып атқан 60 үйлік пәтер. Миялда бірінші алғашқы салынып атқан. Бұл жаңа салынған еді. Оғасын сақырата мынау оқу жаттығу машинасы. Біздің шығып жатқанымыз 25 метр екен. Соның 20 метріне дейін көтерілдім. Әрі қарай орын болған жоқ. Әйтпесе жасымыз 60-ға келсе де соның басына шығып кететін түріміз бар екен. Иә, 20 метріне дейін көтеріліп келдім мен. 25